Жетісай. Ой, Жетісай емес, Киров. Асқата Победаға қарап жүгіру 4 километр. Үйден мына жердегі көпірге дейін ровно 4 километр. Ровно 4 километр. Ойлаған бір нәрсе орындалды, ол ауылға деп жүгіру. Негізі бұны тұрақты істеуге болар еді, бірақ бастапқы ойда сәрес, то есть ораза уақытында қатты бір не қыламаймын деп ойладым, көтере алмаймын деп ойладым, бірақ үйде темповый скакалкамен, доппен жаңағы үйдің майда-шүйде жұмыстары, и одан кейін жер аудару деген сияқты бір кішкене дене күш салатын, физикалық белсенділікті ұстап тұратын, оның мысалы кеше бір көрінісі болды, дамыту жағынан дамыту болды. Бүгін темповый жаттығу жақсы болады. Жолда бөлім хабарласып қалды, бірақ қазір пайдам тиеді деген ойдамын. Айда ұстап берсе, и одан кейін шыққанның тағы бір себебі ол ойымдағы нәрселер өте тұманды болып кетті. Қою тұманның ішіне кіріп кеткенде болдым. Өйткені миыма сигналдар жіберетін болсам, ол жаңа дұрыстап ойлана алмай жатырмын. Мен негізі көбінде бисерналды түрде ойланатын, және сол жақтан келген ойларды жазам, шешім қабылдаймын. Шешім вот міне именно бисерадан келген әртүрлі жауаптарды, сұрақтар, ойларды мен қандай бір іс-әрекетке айналдырам. Бірақ осы жерде бір ерік-жігер қолданып, оны жасалу жағын қатты қамтамасыз етпеген екенмін. Енді мақсат ол ерік-жігерді дамыту. Діни жағынан, психологиялық жағынан зерттей отыра, енді оны қатты зерттеп, сөйтіп барып іске асыру қиын болып кететін шығар. Бірақ осы нәрсені өзім қолыма алып, жоқ деген өзіме жауап беру арқылы, то есть кейбір нәрселерді мен жасайын деп тұрмын ба, жоқ оны жасамаймын. Мынаған қарағанда мынаның пайдасы көбірек тұр деген сияқты қылып, бірақ осы жерде бір мистикалық сияқты бір нәрселер де болу керек сияқты. Өйткені сол кезде қана ерік-жігердің күші толық ашылады деп ойлаймын. Енді дәл қазіргі жүгіруім бұл мені тағы бір нәрсеге жоқ деді. Өйткені мен история салмаймын деген өзіме жоқ деп айттым. Ол мені қандай бір былай ойладым мен. Егер салсам, басқа адамдар мені спортпен айналысады, анау деп ойлайды деген менде бәрібір миымда тұр. Мен оны жақсы білемін, өйткені мен өзімді жақсырақ білемін ғой. Енді бірақ то есть кейбір ойларымды мен жақсырақ білемін. Ал іс-әрекеттерімді басқа адамдар бағалай жатыр. Бірақ ол жағында өзім бағалаймын, бірақ басқалар да бағалай алады деген сөз. Яғни менің артық ешкім өзімді бағалай алмайды деген сөз емес. Болмаса не үшін ұстаз керек дегендей. Енді мен ошаға келген себептердің бірнешеуін дәптерге жаздым. Енді ол себептер мен қазір жүгіруге қатысты емес нәрселер, бірақ мен камераның алдында бұл нәрсені уже ары қарай миымда шығып жатыр, шығып кетіп жатыр, айту керек болып тұр. Енді миыма ешнәрсе келмей қалды. Қазір өзімен өзім анализ жасай беремін. Видео ұзаққа созылып кетті, жақсы.